Ауыл әйелдерінің көбі кәсіпкерліктің қыр-сырын үйреніп, өз ісін дөңгелете бастады. Бұл туралы Астанада өткен Қазақстан ауыл әйелдерінің 5-ші республикалық форумында айтылды. Ауқымды шараға еліміздің әр өңірінен 250-ге жуық іскер қыз-келіншек қатысып, тәжірибесімен бөлісті. Әр қаладан шалғайда жатып кәсіпкерлікті қалай дамытуға болатынын талқылады. Соңғы 2 жылда ауылда отырып, өз ісін жүргізген келіншектердің саны 10 есеге артқан. Тегін онлайн курстардың арқасында 60 мыңнан астам әйел қажетті білім алды. Әлеуметтік белестер жобасы аясында 120-ға тарта әйел $4000 тең қайтарымсыз грант ұтып, жеке ісін бастап кеткен. Грант берудің алдында үйретіп алу. Сондықтан өз бизнесіңді қалай дөңгелетесің, қалай жасайсың, жобаны қалай жасайсың деп, соны бәрін біз үйретеміз. 60 мыңнан астам әйелдерді оқытудан шығардық, оны бәрі тегін жасаймыз. Және олардың алдарына біз талап қоямыз. Істі бастадыңыздар ма? Әрі қарай жалғастырыңыздар. Тек қана өздеріңіз емес, жұмыс орнын басқа әйелдерге де беріңіздер деп. Сондықтан міне 300-ден астам жұмыс орнын құрып отыр осы біздің әйелдер.